Құран оқып үйрену сені 6-шы сабақ. Біз каф деген әріпке келген болатынбыз. Яғни каф деп алфавитте айтсақ, к деп оқыған кезде к деп оқимыз. Сонда к, кә, сосын ки, ку, к. Мынау каф әрпінің басындағы, мынау ортасындағы, мынау соңындағы, мынау шекеше түрдегі жазылуы. Кәм, кум, кун, кәй, бәкру, мәкру, кәрму, кәнзу, тәрку, кәтәбә, яктубу, тәрока, ятруку, кәтәптум, әмәрока, әмәротка, кунту, мумкину. Келесі ләм деген әріп. Ләм л дыбысын береді. Лә, ли, лу, л. Енді жазылуында мынау ләмнің басындағы, мынау ортасындағы, мынау соңындағы және мынау жекеше түрі. Әл, бәл, ләм, лән, лин, кил, нәзәлә, ләзимә, әнзәлә, әлзәмә, әкмәлә, әкәләт, әкәлән, кәмулә, әкәлти, әкәлту, әкәлтум, йәләмләму, әкәлтә, тәзәлзәлә, ятәзәлзәлу, мутәзәлзилу.